Мен Казимова Нұрғаным Апайқызы Көкпекті ауылдық модельді кітапханасының оқырманымын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған Мұқағали Мақатаевтың поэзия менімен егіз бетін атты челленджге қатысуды ұйғардым. Мұқағали Мақатаев «Тыныштық». Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне, ояту бұлай тұрсын рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Ұйықта ұлым, ұйықта бөпем, қасыңдамын, керек емес дүние асылдарын, бақыт, байлық барлығы менің үшін, сенің кеп бір мойныма асылған. Аймалайсың жанымды күлкінменен, тамағымнан айналдым бүлкілдеген. Не дейсің сен бұртиып, айтшы сәулем, қытықтаған жүректі бір тілменен. Қандай ғана анадан туады адам, сәбилердің ұйқысын қуалаған. Тыныштық, тыныштық қандай рақат, сәбилер жыламаған. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Кім болсан, ол бол, мейлі, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге.